Даслепкі диханшылық мәдениеті тудырған идеялардың арасында сиқырлы құраллар жәрдемінде табиатқа өнімдарлықта жәрдемлесу мүмкін һәмде зәрурлігі хақындағы пікір айрықша орын иелейді. Бұл идея тикарында табиатқа табынуды аңлататығын көплеген әйемгі сенімлер жүзеге келген. Орта Азия халықлары тарихтың бұл басқышын әлі қашан басып өткен болса да, олардың тұрмыс тәрізі һәмде мәресімлерінде жақын уақытларға шекем оның әзі ізлері сақланып қалған еді. Айымғы дәуірде бар екенлігі тастиқланған һәм кейінгі діни идеологияның қалдықларында сәулеленген гүл байрамлары адамларда үлкен қызығушылық оятады. Яғни қазіргі шекем әдебиатларда, әсіресе дала жазуларында топланған көплеген мағлұматлар ұлымаластырылғанда һәмде талқыланғанда өтміште айрым өсімліклердің гүллеуін белгілеу әдеті кең тарқалғанлығын көрсетеді һәм бұл әдеттің мәнісі һәм тарихи ахметін түсінуге мүмкіншілік жаратылады. Оның тикарында болса диханның қожалық мүтәжіклері жататығын еді. Бұл жайхон жойбарының кезектегі саны біз болса сізге айымғы тарихтан ең сайланды темалар хақында сөйлеп беруді дауам еттіреміз. Гүллердің пайда болуы табиаттың жерді сілеудің кезектегі басқышына өту уақыты келгенлігін білдіруші белгісі еді. Бұл өзіне тән фенологиялық календар болып, зүрәті тәмелеу үшін оған әмел ету бүткілдей зәрур еді. Ерте бахарде Орта Азия байшешегінің майда сары гүллері ашылады. Ол менен байланысылы үрп әдетлерді 1920 жылларда Самарқанд атрапындағы ауылларда бақлаған. Маресім көбірек ярым ойынға ұқсайтұғын еді. Ол балалар кіші топар болып, далаға барып гүл теріп келетұғын еді. Соңынан қолларында бәйшешек гүлдәсесін ұслап, арнаулы қосық айтып, хәулелерді аралар еді. Үй иелері оларға нан ямаса бір уыз құрғақ меуе сыйлыққа беретұғын еді. Тап ұсындай көріністе бұл әдет Ходжен һәмде Оратөбеде бар болған. Таулы Тәжікстанда бәйшешекке мінәсібет басқаша еді. Ол жерде жаңа жыл алдында балалар емес, ал медресе оқушылары бақанға байланған бәйшешек гүлдәстесін көтеріп хәулелерде жүретұғын еді. Бәйшешекті үйге алып келгенде үй иесі ямаса үй бикесі оның алдына шығып гүлдәстелі таяқты өзіне тартып гүллерді сүйер, оларды қасларынан өткеріп, хүрмет белгісі спатында қадірлер, дуа сиқыр оқып, бәйшешектен ауырлығын алып, таслауын һәмде жеңіллігін беруін сорар еді. Бұл мәресімнің балалар қолына өтуі оның ахметі жоғалып баратырғанын көрсетсе де тикарға мәнісін жоғалтпаған еді. Ілімпазлардың атап өтуінше бәйшешектің гүллеуі диханларды бақарғы жұмыслардың баслануы, табиаттың жанлануы һәмде жаңалануы хақында ескертер еді. Қазіргі Исфарада жүдә қызықлы лала байрамы өткерілген. Бұл байрам бүткіл Исфара су системасында Канибадом һәмде Махрамда да белгіленген. Бірақ Соғт, Урратобе һәмде Рештанда бұл байрам болмаған. Байрам лала теру, гүлдер менен безетілген терекше жасап, оны салтанатлы түрде ауыл орайына алып барудан барат болған. Ол үлкен халық сейліменен жумақланатығын еді. Байрамның екінші күні қабірстанлар зиярат етіліп, хаяллар һәм еркеклер түрлі зиярат орынларына барған. Хаяллар баратығын зиярат ету орны Абдуллои Сүрхи деп аталған. Сүрхи, яғни қызыл спаты мазардың қызыл гүл байрамы менен байланысты екенлігін көрсетеді. Қызығы сонда хаяллар мазардан кейін дарияда шомылуға барар һәм оннан кейін үйлеріне тарқасар еді. Бұл шомылудың мәресімлік өзгешелікке ие болғанына гүман жоқ. Шомылудың бұл ахметі Иранда белгіленген әдетте және де анығырақ көрінген. Ол жерде жаңа жыл байрамында хаяллар күйеуінің диққатын һәм әлбетте перзент көруді тәмелеу үшін дуа қосық айтып, ағын суға шомылу менен байрамды жұмақлаған еді. Ұзақ уақыт дауамында Орта Азияның басқа жерлерінде лала байрамы хақындағы мағлұматлар жоқ еді. Атап өту керек, айрым жерлерде ол лала байрамы емес, ал қызыл гүл байрамы, сайлы гүлі сұрх, қызыл гүлі сайры деп аталатығын еді.
Көпшілік авторлар бұл атаманы Бұхарада кең тарқалған Атыргүлге бағышланған Гүлисурх байрамына ұқсатады, Қызыл Атыргүл байрамы сипатында талқылап береді. Бірақ мұндай байрамларды таллау хақындағы мағлұматлар соны көрсетті. Бұхарадан тысқары барлық жерлерде Қызыл гүл байрамы ықтимал қызыл реңлі бәхар гүліне арналған. Яғни Орта Азия шариғатында бұндай гүлдер тек қана лала емес, ал лала қызғалдақ болуы да мүмкін деген ықтималлар бар. Бұл екі өсімліктің де байрам сипатында белгіленгенін өзбек этнографы Хаят Исмайловтың мағлұматлары бірінші мәрте толық тастиқлады. Оның материаллары бойынша Паркентте өткен әсірдің басыларында бәхарде лала сейілі, лала қызғалдақ сейілі деп аталған қызлар сейілі болып өткен. Паркент халқы өзбек сарт топарына тиесілі болған. Қызлар Паркент каналының жағаларының бірінде бой көтерген төбешікке жиналған. Қосғайтар, шеңберменен ойынға түсер, лала қызғалдақ терер хам гүлшеңберлер тоқыр. Жашларына оларды хам талшығасынан жұлып алынған жапырақлы қабықты қосып өрер еді. Байрамға хамме жүді сәнлі киінген. Көпшілік қызыл көйлекте, өзлері де лала қызғалдаққа ұқсайтұғын еді деп келтіріледі мағлұматларда. Жігітлер оларға жасырын қарап тұрар. Бір инсан арқалы өздері ұнатқан қызларға ширін татлылар хамде нанлар беріп жіберер. Олар бұларды белбеулеріне түйіп қояр еді. Қызлар елшіні қоршап алып кімнен сауға келгенін, қандай адам екенін сорастырар, оның сыртқы көрінісіменен қызығар еді. Дәл осы сейіллерде танысулар басланар, яки апуайы бір-бірін таныр еді. Көбінесе іс саушылықпенен жумақланар еді. Паркент сейіліне қоңсы ауыллардан да қызлар келетұғын еді. Олар лала қызғалдақ гүлдәстелерін алып келіп, паркентлі қызларға сауға ететұғын еді. Сондай-ақ сейілді Наурызбенен байланыстырған, бірақ бұл ықтимал надұрыс болған болуы да мүмкін. Наурызда лала қызғалдақлар гүлдеуге үлгермейді. Олар апрель айының ақыры, май айында гүлдейді. Лобачева Самарқандтың Ұлықбек обсерваториясы һәм оның атындағы музей жайласқан қала шетіндегі ауылында сайлы Гүлисурх, яғни қызыл гүл байрамы деп аталған байрам хақында үзік еске түсірулерді жазып алған. Сонда жаслар қызыл лала хамде лала қызғалдақ тері үшін қала сыртына шыққан. Байрам орайы Шопан-ата мазары жанында болған. Бұл мағлұмат Самарқандтың арқа шетінде, Шопан-ата төбесінен онша ұзақ болмаған жерде жазып алынған. Дарғам шөліне шекен болған Құбла қала атрапларында бұндай естеліктер сақланбаған. Бірақ Құбла батыс қала атрапындағы ауылдың аты Лалазар екенлігі бұл жерде де өтміште сондай дәстүр болғанлығынан дерек береді. Бір тарептен Паркент хамде Самарқанд, екінші тарептен Исфара хақындағы материаллар соннан дерек береді. Лала хамде лала қызғалдақлар түсіндік хам маресімлерде бірдей орын тұтқан болуы мүмкін. Дикарынан бірдей атпенен аталған екі өсімлікте ерте бахарде гүллеп қып-қызыл гүллеріменен ажыралып тұрған. Мүмкін байрам табиғи жағдайларға байланысты олардың қайсы бір түріне бағышланған. Лалалар тау һәм әдірлерде, лала қызғалдақлар тегісліклерде өскен. Тек қана лала емес, ал лала қызғалдақтың гүлдеуде белгіленгені үйреніліп атырған мәселе үшін ахмедлі, яғни осы уақытқа шеккен байрамның қаһарманы тек қана лала болуы мүмкін деген түсінік бар еді. Бұл байрамның майданын тарайтты, себебі лалалар жабайы халда салыстырмалы шекленген аймақларда ғана ұшырасады. Бұл байрам бахарге егуменен байланысты болған. Март айында басланып, бір ай дауам еткен, демек ол Атыргүлге емес, ал бахарде пайда болған гүлге бағышланған. Байрам үлкен базар, қалалық сейіллеріменен белгіленіп, бір ай дауамында бір базар ауылынан екіншісіне көшіп жүрген. Ол диқанлардың жаңа мейнет жылы баслануы алдында болып, таныс білісілер сейілде ұшырасып, бір-бірін құтлықлап, жақсы сүрәт алуды тілейтұғын еді. Байрамның өзіне тән тәрепі сонда, басқа уақытларда рұқсат берілмеген мінез құлық еркінлігін айрықша атап өту орынлы. Кешқұрынлары жаслар осы байрам үшін арнайы даярланған мұсалласты ішетұғын еді. Бұл жәмиетлік орынларда қосқайту һәмде ойынға түсу сияқлы қатаған етілмеген еді.
күндіз базар майданында әскершілер, дарбазлар шығулары, күрес жарыслары, қошқар, түйе, қораз, бөдене, мәйек ұрыслары өткерілетұғын еді. Сол күнлері көкпар да шөркемлестірілетұғын еді. Тамаша көйлер жеңімпазларға гіре ойнайтұғын еді. Қызылгүл байрамы бір ай дауам ететұғын болып, жаңа жыл үшін бұл тән емес еді. Жүді айемгі дәуірге барып тақалатұғын Шафрикон Қызылгүл байрамының ахметлі тарепі сөзсіз генетикалық шақтан мәресімлік болған һәм табиаттың өнімдарлық күшлерін жеделестіруге қаратылған. Ол бабалы төбе дивуал суретлеріндегі зияпат көріністерін еслетеді. Қызылгүл байрамы Хорезм өзбеклерінде де белгіленген. Бұл қызықлы әдетті іліме айланысқа кіргізу құрметіне мияссар болған Снесарев оны былай суретлеген. Бұл күні қабірстан һәмде Баварис баба мазары қасында байрам сейіліп өткерілетұғын еді. Бұл жерге бүткіл қаладан жаслар ағып келетұғын еді. Қызлар һәмде жас хаяллар қабірстанның қасындағы тар жолдан өтіп баратыр еді, ал жігітлер һәмде жас еркеклер жолдың шетінде тұрып, әлдеқашан ұнастырылған сүйіклі қызларына ақ гүллер, алмалар, сондай-ақ боялған мәйеклер таслайтұғын еді. Ақ гүллер мұхаббат һәмде туылып атырған бақыт белгісі еді. Кінарозов байрамның айрықша ахметлі тареплерін атап өткен. Оның материалларына көре, паранжы киген емасы басына шапан таслаған хаялар һәм қызлар мазар атрапларындағы үйлердің тегіс төбелерін һәм қорған дивалының тұташ бөлегін толтырған. Ал еркеклер мазарға баратығын жол бойлап жүрген. Һәм еркеклер де хаялар да қолларында гүллер ұслап, өзлерін оларменен безеген. Ұнастырылған қызларға олардың әнілері жолдаслық ететұғын еді. Күйеу болса оларға қарап, хаялар арасында өз қалыңлығын танып, оған татлылар, анарлар, алмалар, боялған мәйеклер сауға етіп жіберетұғын еді. Тап осындай сауғаларды басқа жігітлер һәм жас еркеклер де хаялар топарына таслап, бір-біріменен жарысатұғын еді. Хаялар да оларға ұсаған түрде жауап беретұғын еді. Яғни көплеген жігітлер өзлеріне дыққат аудару үшін байрамға қап-қап мәйек һәмде шірінліклер алып керетұғын еді. Хаялардың жүзлері жабық болса да, еркеклер жабудың біраз шылжыған пайтын аңлап, гозалды көріп қалу һәм өз сауғаларын дәл оған бағдарлау мүмкіншілігіне ие еді. Соншелік көп нәрсе атылатұғын еді, гейпара қызлардың етеклері толып кететұғын еді. Алынған затларды дархал біргелікте жеп тауысатұғын еді. Сол етіп, ілімпаз, еркеклер һәмде хаялар арасындағы қатынасқыларда басқа уақытларда рұқсат етілмейтұғын белгілі бір еркінлікті атап өткен. Олар бір-бірін ұзақтан болса да көру һәм танысу мүмкін еді. Бұның үшін ең қолайлы пайт сауғалар алмасу еді. Бұл уақытта Кінарозовтың жазуынша ашқылық қатынасқылары басыланған. Еркеклер хаяларға гүллер, әсіресе ақ гүллер таслаған. Осы мәресімнің тарепі шамасы кейін ала дала материалларын жинауды анықластыруды талап етеді. Келтірілген барлық материалларды Хорезм байрамының маусымы анық емес күйінде қалмақта. Бұл болса табиғи оның түпкілікті ахметін белгілеп береді. Жазбалар һәмде басылымларда қарама-қарсылықтар бар. Байрам екі түрлі етіп тарепленеді. Бір тарептен ол бахаргы деп суретленеді, басқа жазуларда аталуынша ол байрам уақытына келіп бірінші гүллер ашылады. Оның мәресімінде боялған мәйеклер қатынасады. Мәлім болғанындай көплеген халықлар арасында бұл табиаттың бахаргы жанлануын қайта тірілуінің белгісі есептелінеді. Бұхарада жаңа жыл байрамында қызыл реңде боялған мәйеклер көгеріп шыққан арпа салынған ләйен үстінде қойылып дастұрханға тартылған. Егер бұл өзгешеліктердің барлығы хақиқаттан да Хорезм Қызылгүл байрамына тән болса, бұл гүл ақ гүл емес, ал лала ямаса лала қызғалдақ болуы да ықтималға жақын. Сонымен бірге Кінарозовта бұл байрамы жаздың басында, яғни Бұхарада ақ гүл байрамы белгіленіп атырған уақытта өткерілгенлігінде атап өтілген. Хорезмде ақ гүл байрамын белгілеу дәстүрінің бар екенлігі 10 ғасырде 11 ғасыр басыларында Беруни тарепінен де атап өтіледі. Ол христиан мелкитлердің байрамын тареплеп, аяр айының 4-ші күні, яғни ескі дәстүр бойынша ақ гүл байрамы болатұғынын жазады. Сонымен бірге Беруни қосымша етеді. Хорезмде де ол сондай белгіленеді. Гүл байрамлары дәстүріне шамасы лалалар тілге алынған көплеген жер атамалары барып тақалады.
Мәселен, Бухара уәлаятының Рамитан районындағы Лала ауылы, сондай-ақ Мырзашөлдегі Лала көл, яғни Лала ямаса, Көкнар көл ямаса, Батпақлық һәм Самарқандтың Құбла батыс шетіндегі қазіргі қала құрамына кірген Лалазар. Ақырғы атамада айрықша қызығушылық оятады, яғни Лалазар сөзі тек қана жер атамасы мәнісінде қолданылмаған, ол айрым орындарда сейіл һәмде сейіл тамаша мәнісілерінде де ісілетілген. Мәселен, Бүрчмулладағы жаслар сейілі әне осылай аталған. Тұрғынлардың атап өтуі бойынша сейіл тамашалар ерте бәһәрде дария бойында өткерілген. Жігіттер һәмде қызлар топарлар болып шыққан, бірақ бір уақыттың өзінде бір-бірінен белгілі аралықта екі топар болып жайласқан. Ойынлар шөлкемлестірілген. Орта Азияда барқолла жеке ойынлар болатұғын еді һәм екі тареп бір-бірін зауқланып тамашалауы мүмкін еді. Бүрчмулладағы бір қыздың айтуынша, қандайда бір қыз ойынға шыққанда жігітлер оның пазилетлерін талқылайтұғын, ал гей-паралары пұрсаттан пайдаланып, келіншек таңлап, кейіналы ата-анасынан оған жаушы жіберуін сұрайтұғын еді. Шахристандағы тәжік ауылында хаял қызлар ойын зауқлары өткеріледі. Ауыл көшелерінде қызлар һәмде жас хаяллар, олардың арасынан 2-3 жас үлкен хаяллар да топар-топар болып жүреді. Көшелер бос еді, оларда бірде-бір еркек көрінбес еді. Қуанышлы жамаат тұрақ жайлардың арасындағы адеуір биік төбешікке шығады һәм шылдырманың қосылуыменен ойын басланады. Айтуларынша, еркеклер бұны көрмеуі керек болса да, жігітлер жасырын бақылауды үйренген екен. Сейіл етушілер арасында өзлері үшін ұнастырылған қызлары барлары алдын ала зияпатқа қатынасып батырған туысқанына шірінліклер түйіншігін беріп, оған ұнастырылған қызды ойынға шақыруды тапсырар екен. Ойын тамам болғаннан кейін шиырын татлылар салынған түйіншіліктер ашылып, болсауға кімнен һәм кімнің хүрметіне берілгенін жарияланады һәм һәмме күлкі һәм әзілдер менен зияпат береді. Ұялған келіншекті құтлықлайды. Шахристандағы бұл сейіл жаз маусымында өткерілген болса да, оның Лалазар деп аталуы тәслеп ол бәһәрге, Лала емаса Лала қызғалдақ гүллеген маусымге тура келгенлігінен дерек береді. Айемгі бәһәр байрамның орнын мұсылман байрамлары иелегеннен кейін, олар менен бірге ай жылы низамларына муапық маусымнен маусымге көшіп жүретұғын мәресім сейілерде пайда болды. Бахарға гүлге арналған байрамлардан парқылы түрде Атыргүл байрамы, яғни қазірше тек қана Бұхара үшін сенімлі түрде тасиқланған һәм ол да Қызыл гүл байрамы деп аталған. Жазда Атыргүлдің гүллеу маусымінде белгіленетұғын еді. Бірақ бұл хақында анық мағлұматлар келтірілмеген болса да, бір уақытлары Атыргүл байрамы кең тарқалған деп ойлауымыз мүмкін. Біз жоғарыда хабаршылардың мағлұматларындағы айрым детальлар һәмде Берунийдің гуалығы Хорезмде бұл дәстүрдің бар екенлігіне күмәнланбауға мүмкіншілік береді деп айтқан едік. Шамасы гүл байрамлары бір уақытлары Ферғана ойпатлықларында да болған. Атыргүллердің гүллеуін белгілеу дәстүрі соннан дерек береді. Егер адам сол маусымге жетпей қайтыс болса, сол жылы арнаулы еслеу мәресімі өткерілетұғын еді. Яғни оның қабіріне бір дәсте атыргүл алып барылып, оның бас ұшына көмілетұғын еді. Шамасы бұл мархумды тірлігінде көрмеген қуаншылы уақияға қосу үшін ісленген болса керек. Бұл мәселеде еле толық анықлық һәмде анық мағлұматлар жоқ екенлігіне қарамастан, Орта Азияда Атыргүл байрамы дәстүрінің бар болғанлығына күмәніміз жоқ. Ол тек қана Бұхара һәмде Хорезмде, қазірше онша сенімлі болмаған Ташкент һәмде Панжкентте емес, ал арқа Афганстан һәм Ирандағы тәжіклерде де тізімге алынған. 17-ші ғасырда Иранда Атыргүл байрамы Батыс Европа саяхатшылар тарапынан суретленген. Венециялы Петро делла Валленің айтуынша, бұл байрам атыргүллер гүллеген уақытта шөлкемлестірілген һәм атыргүллер гүллегендей ұзақ давам еткен. Байрам өз алдына махаллелерде түнде болып, бас бұзар һәм ұятсыз жаслар шөлкемлестірген кеуләшер ләжлар менен бірге давам еткен. Махалле көшелерінде жалынлар һәм фонарлар шақтысында кеулі кешелер болып өткен. Жаслар ұшырасқан адамлардың себетлеріне атыргүллер таслап, бұның үшін пұл алған. Орта Азия ұқсаслықлары әсіресе байрамның шафрикон вариантына қарағанда жазлардың харекетлерін бұндай теріс бақылау әділ болмаса керек. Көрініп тұрғанындай еркінлік дәстүрлер тарапынан белгіленген һәмде мәресімге кіргізілген еді. Бұхарада Атыргүл байрамы үлкен сейіл, ойын-сауық байрам базарыменен белгіленген һәм қаладан 10 километр ұзақлықта жайласқан ең хүрметлі
яғни хам Бұхарада ғана емес, Хожа Бахауиддин мазарында өткерілген. Мазарға зиярат ету сауаплы іс есепланып, әмірлік хакімлері хамде руханилар тарапынан қошаметленетұғын еді. Хожа Бахауиддиннің әулетлары сол күнлері мөмін мұсылманлардан молкөл назыр нияз жинайтұғын еді. Бұл олардың мирас құқы болып, осы тәрізде қолларына үлкен дарамат түсер еді. Байрам базар үшін арнаулы өнімлер таярлайтұғын саудагерлер хамде өнерментлер де бұл байрамнан үлкен пайда көретұғын еді. Татлылар, ауқатлар, балалар ойыншылары саудасы қызғын барар, әсіресе кешке таман хауижге мінер еді. Ауыл өнерментлері де өз өнімлерін алып келетұғын еді. Үлкен мешітте, яғни ханақада намаз оқылып, Нақшбандия тариқат қағидаларына муапық үнсізлік сақлап зікір етілетұғын еді. Байрам бір ай дауам ететұғын еді. Бір хапте амир, оның хамилдарлары хам ақсүйеклер, екінші хапте саудагерлер, үшінші хаптеде өнерментлер, төртінші хапте диханлар байрам ететұғын еді. Хаяллар үшін айрықша күнлер белгіленген еді. Қалалы хаяллар күннің екінші ярымында мазарға барып, түнді сол жерде өткеріп, ертеңіне азанда қайтып келетұғын еді. Қызық әдет солай емес пе? Байрам күндері гүллердің, атап айтқанда атыргүллердің ахметі айрықша атап өтілмейтұғын еді. Тұрыс саудагерлер дүканларын гүллер менен безететұғын еді. Бірақ бұл қалада басқа байрамларды да ісілетілетұғын еді. Бәлкім гүллер менен байрансылы маресімнің бір бөлегі әлде қашан бұл дәуірге келіп ұмтылған еді. Соны айтып өту керек, бұл маресімде бұхаралылардың атыргүл жапырақларынан мұрабба, яғни варенье пісіру әдет бар еді. Егер үйге қонақ келсе, бұл мұрабба сөзсіз дастұрханға қойылатұғын еді. Бұхарада атыргүлден мұрабба пісіру сондай дәстүрге айланған еді. Бұл жерде гүли мұраббай деп аталатұғын жүда хош, иіслі, майда пұшты ақ гүлі айрықша сортта жетірістірілетұғын еді. Атыраптағы ауыл халқы болса, бұл сортты арнаулы жетістіретұғын хамде гүллеу мәусімінде Бұхара базарларында сабағынан үзілген гүлбаслардың салмағына қарап сататұғын еді. Бәлкім бір уақытлары атыргүл мұраббасы байрам маресіміменен байланысылы болған, бірақ біздің дәуірімізге келіп, бұл бүткіллей ұмытылып кеткен еді. Гүллерге бағышланған барлық байрамлардың анық көне екенлігіне қарамастан, айрым жағдайларда олар салыстырмалы түрде кейінірек пайда болған мазарлар менен байланысылы еді. Бұл ең дәслеп 14-ші асырде жасаған белгілі суфи Хожа Бахауиддин Нақшбанд қабірі жанында өткерілетұғын Бұхара Қызылгүл байрамына тиесілі. Бірақ бұл қабірстан жайласқан орын сөзсіз әдеру айемгі дәстүр менен мұқаддесленген еді. Вартіл жазба деректерге хам санскрит тіліндегі вичарадан келіп шыққан нәубәхәр атамасын түсінуге текарланып, бұл жерде бір уақытлары буддист ибадатханасы болғанына гүман жоқ деп есаплаған. Хүрметлі супы осы жерге жерленгеннен соқ оның қабірі текарынан зиярат орнына айланады. Бірақ айемгі дәстүр оны Хожа Бахауиддинге ешқандай байланысты болмаған гүли сұрх байрамы менен байланыстырды. Бұл орын бәлкім буддист ибадатханасы пайда болуынан, егер ол қашандыр бұл жерде болған болса әлбетте, әсіресе Хожа Бахауиддин жерленгеннен әдеуір бұрын мұхаддес саналған. Әсіресе бұл мәдениетлар алмасқанда айемгі дәстүр мұхаддес орны жаңа зиярат орынлары менен байланыстырылған. Олардың соңғысы Хожа Бахауиддин қабірі болды. Бірақ айемгі сенім кейінгі қатламлар арасынан көрініп тұрады. Хожа Бахауиддин қабірінің белгілі болуында әлбетте Қызылгүл байрамының айемгі дәстүрі жәрдем берген деуіміз мүмкін. Жаңа зиярат ету орны болса өз кезегінде дәстүрді жанландырды. Оның өшіп кетуіне жол қоймады. Бұхарада 20-ші асырге шекем Орта Азияның басқа орынларында хаттекі айрым гүл байрамлары бар болған дәуірде де жоғалып кеткен айемгі гүл байрамын сақлап қалды. Ал басқа гүлі сұрқ қабірстанларына келсек, олардың пайда болу уақыты оншелі дәрежеде анық емес. Бірақ айрым хожа руларының бұл қабірстанларға дуалары ітімал, олардың бабасы су жерге жерленген деген пікірге текарланған хам бұл қабірстанлардың келіп шығуы ұзақ өтмішке бармайтұғынын көрсетеді. Аждатлардың қабірі ітімал айемгі сенім орнында болған хам ол қойымшылыққа ат хам даңқ алып келген. Өтміште Орта Азияның айрым орынларында ғана сақланып қалған айрым өсімліктердің гүлдеуіменен байланысылы үзік үрп-әдетлер Андреев тарапынан Паншир ойпатлығындағы, яғни Арка Афганистандағы тәжіклерде атап өтілген үрп-әдетлер
менен салыстырылғанда тұтас көріністі пайда етеді. Басқа да сөйлеу үлгілері қатарында ол гүл сейілі уақытында айтылатұғын қосқылар текстін келтіреді һәм сейілді қысқаша тарифлейді. Гүл сейілі ямаса гүл гардани деп аталған жігіт қызлардың сейіллері паншерде 3 мәрте бахарде һәм жаздың басында өткерілетұғын еді. Біріншісі гүлі сұрқ қызыл гүлдің ашылуына бағышланған байрам сейілі болса, екіншісі роза гүллер гүлі садбарк ашылғанда, үшіншісі жиде елеагнус хортенсис гүллегенде өткерілетұғын еді. Қызыл гүл атамасы жоғарыда көріп өткеніміздей түрлі өсімліктерге қарата қолданылуы мүмкін. Осы жағдайда байрамлардың тәртібіне қарағанда бұл бәлкім лала емаса көкнар, мүмкін олардың жергілікті сортлар ғана болуы мүмкін. Халқының белгілі бір бөлімі тәжіклер болған Мазари Шариф қаласында, яғни Афганстанда гүл байрамлары болып, жыл басынан 3-ші орында лалаларға бағышланған арнаулы сейіл өткеріледі. Дәслепкі екеуі және де ерте ашылатұғын гүллерге атап айтқанда байшешекке арналған еді. Төртіншісі болса гүлдің пайда болуы, яғни гүлі садбарк сейілі еді. Арқа Афганстан, яғни Мазари Шариф тәжіклерінде гүл байрамлары бүткіл бір системаны құрап, тек арғы вегетация маусымын һәмде ауыл қожалығы жұмысларының барлық басқышларын қамтып алған. Байрам уақытлары тек арынан ғаллешілік қожалықларына, яғни сол уақытларға туры кереді. Мәселен, байшешек жер сүрудің баслануын, лала көкнар егудің баслануын, гүл ямаса жиде орым жиын маусымының баслануын білдірген болуы мүмкін. Орта Азияда біз гүл байрамлары тарихының кейінгі басқышын бақылаймыз. Бұл дәуірде бұл дәстүр өзінің бір бүтінлігін жоғалтқан. Оны тек айрым бөлімдер ғана сақланып қалған. Бұл үрп-әдетлердің жоғалуы олардың құлау дәрежесіне қарай кемінде 1,5 әсір алдын басланып, әсте ақырлықпенен жүз берген. Маресімнің бүткілі жоғалуынан алдын ол балалар ямаса хаяллардың қолына өткен. Сөзсіз онда har екі жыныстағы жасылар қатынасатұғын тәртіп ең айемгісі болып есапланады. Ең басылысы бахарга лала ямаса көкнар байрамы еді. Айне ол бахарга тірілетұғын өсімліклерге сыйыну менен тікелей байланысты болып, табиатқа сыйынудың тек қана ұлыма көрінісін емес, ал диған үшін тұрмыслық ахметке ие болған текарда рауажланған, өл батырған һәм тірілетұғын өсімлік құдайларына сыйынуды да сәулелендірген. Пещерева өзінің үйренген лала байрамының өліп баратырған өсімлік құдайына сыйыну менен байланысты екенлігін көрсетіп, батыл һәмде нәтижелі болжауды алға сүреді. Лалаларды жинау құдайдың қалдықларын іздеудің нышаны еді. Айемгі дәуір үшін Қытай деректерінде суретленген маресім. Лалаларды гүлдәстелерге байлау ямаса оларды гүлдәсте теректе біріктіру, оның денесінің тарқау бөліклерін біріктіру болып, бұл оның қайта тірілу үшін шарт деп ойланған. Ол байрам күнлері зиярат етілетұғын қабырстанлар менен байланысты әпсаналарда өлтірілген құдай хаққындағы әпсананың көрінісін көріп хақ еді. Жергілікті түсініктер бойынша бұл қабырстанларда әулиенің денесін айрықша бөлімлері жерленген. Бұл байрамлардың өл батырған, яғни өлтіріліп батырған құдайға сыйыну менен тікелей байланыстылығын Мазари Шарифте Андреев тарапынан тастиқланған сенім анық көрсетеді. Лалалар бахардай жер бетінде шыққан өлтірілген Хусейннің қаны деп есапланған. Бұл сенім айемгілердің қызыл реңлі және бір бахар гүлі Адонистің қаны деп есапланған сенімлеріне тікелей ұқсас. Хусейн болса анықлауынша ислам тарапынан қысып шығарылған, өліп баратырған айемгі құдайдың мұсылман көрінісінде пайда болған. Орта Азия аймағы үшін белгілі болған барлық гүл байрамлары арасында атыр гүл байрамының келіп шығуы ең анық емес болып есапланады. Біздің қолымызда оның вариантлары һәм тарқалу хақындағы жетерлі сенімлі мағлұматлар жоқ. Соның үшін Бұхара атыр гүл байрамы сирек болуы мүмкін еді. Бірақ арқа Афганстан һәм Иранда атыр гүллердің гүллеуі менен байланысты сейілдің айқын ұқсаслығы Бұхарадағы атыр гүл байрамының сирек емес екенлігін көрсетеді һәм оның табиат календарының ахметлі басқышларын белгілейтұғын байрамлар қатарындағы хақиқи орын иелеуін белгілейді. Оның жазда белгіленуі бахарғы байрамларды жазға көшіру нәтижесі емес, солай екен оны Бархолла бахар менен байланысты болған өліп атырған құдайларға сыйыну нәтижесінде жүзеге келген маресімнің тікелей өзгеріс сипатында қарау мүмкін емес. Гүллерге арналған байрамлар арасында өз орнына ие болған атыр гүл байрамы бір ахметлі белгісіменен ажыралып тұрады.
Яғни атыргүл мәдени өсімлік болып, ол инсан тарапынан жаратылған һәм ытымал диқаншылық мәдениетінің әдейі өр кейінгі басқышында пайда болған. Гүлі сәтбари дегенде жабай атыргүл назерде тұтылған деген болжау дұрыс емес шығар. Яғни жабайы атыргүл бұл итмұрын болып, ол 100 жапырақлы болмайды. Оның үстіне Орта Азия жабайы итмұрыны ашық қызғылт реңде гүллейді. Егер гүлі сәтбари жасалма түрде жетілістірілген гүл болса, оған арналған байрам жабайы гүллерге арналған байрамлар сияқлы ұзақ өтмішке барып тақалуы гуманлы. Бірақ Бұхара атыргүл байрамындағы бір деталь ытымал әйтеуір бұрынғы дәуірлерден мирас болып қалған. Яғни бұл өлтірілген құдайдың қаны жүзеге шығып атырған бахар гүллері сияқлы атыргүлдің қызыл реңі деп сенілген. Шамасы Бұхара атыргүлінің Тикарға аты орнына гүлі сұрқ атамасы олардан өзлестірілген. Солай етіп бұл жерде қарап өтілген үрп-әдетлер һәм түсініктер шеңбері тұтас болып қалды. Гүл байрамлары айемнен біздің эрамызға шекем халық арасында өзіне тән фенологиялық календар сипатында жасап келген. Бұл календар диқанларға маусымлық жұмысларды дұрыс алмастыруға зәрур болып, өліптірілетін құдайларға сыйынуменен тұтас бір бүтінлікті ғана құраған. Жазба деректер бұндай сенімлер хақында толық һәм ізбез мағлұматларды сақлап қалмаған. Бірақ 20-ші ғасыр басыларында да көплеген айемгі элементлерді өзінде жәмлеген. Халық тұрмысындағы өтміш қалдықларын талау арқалы бұл сенімлер хақындағы мағлұматларды алуымыз мүмкін. Этнографиялық салыстырулар тарихи деректердегі айрым деталларға жаңаша назар таслау һәм оларды басқаша түсіндіру имканиятын береді. Гүл байрамларын үйрену барысындағы көрінген айемгі бахар табиатына сыйыну көрінісі көзқарасынан айемде кең тарқалған белгілі Нәубахар топонимі үлкен қызығушылық оятады. Бұхарада даруаза осы атпенен аталған, кейінірек ол мазар даруазасы деп атала басталған. Вартельд Тамашевке келіп Нәубахар атын алған даруаза сөзсіз буддизм ибадатханасы болған деген пікірді білдіреді. Бірақ ол Истахриге сүйеніп, Нәубахар аты қаланың басқа бөлімлерінде, соның ішінде Бұхараның ескі бөлімі Шахристанда да, қала атрапында да берілгенін біраз таңлауменен атап өткен. Қала берсе айемде Самархан даруазаларынан бірде ұсатпенен аталған. Балықта болса Нәубахар, яғни санскритше вихара сөзінен келіп шыққан деп түсіндірілген атыменен ибадатхана белгілі болған. Нәубахар топонимі балық атрапындағы базы басқа орынларды да аңлатқан. Осы зерттеулерге қарап шығылған фактілер тикарында Нәубахар топонимін жергілікті таджик, яғни этимал соғ тілінен келіп шыққан халды түсіндіру мақсатке муафиқ емес пе? Себебі бұл түрлерде Нәубахар сөзі ерте бахар деген мәнін аңлатады. Бұл ибара тажик тілінде кең қолданылады. Біз оны жаңа жыл байрамы Наурыз атамасында ұшыратамыз. Оннан Навдамот, яғни жаңа кию, Навраста хаялар аты, жаңа өскен майсалар мәнісінде сияқлы сөзлер келіп шыққан. Егер болжау дұрыс болса, Бұхараның айемгі Нәубахар даруазасының аты. Әсіресе Гүлсурх байрамы өткерілетін жерге алып баратын жол еді. Бұл даруаза артында Бахар байрамына байланысты ибадат орайының бар екенлігін тікелей көрсету мүмкін. Бұл орай бұл жерде мұсылманлардан алдыңғы дәуірде бар болған буддизм ибадатханасынан да айемірек болған. Нәубахар топонимі бір уақытлары тек қана жазғы байрам емес, ал кейінгі дәуірлерде болғанындай, оннан да ахметлірек Бахар байрамы белгіленгенін болжауға мүмкіншілік береді. Байрам қызыл реңде болған үшін Гүлсурх атын алған болуы мүмкін. Тарихи рауажлану барысында айемгі табиат күлті жоғалып барған. Бұхарада гүл байрамларының бүткіл дүркінінен тек жаз гүлі атыргүлге бағышланған ғана сақланып қалған. Ол рәсми түс алып, кейінірек Хахамият Хамзе Абрайлы уламалардың қауендерлігінде сақланып қалу имканиятына да ие болған. Бірақ гуман жоқ, қай жерде қандай да бір гүл байрамы қайт етілген болса, сол жерде бір уақытлары бүткіл байрамлар дізбегі бар болған. Толық тикарменен айту мүмкін, Нәубахар атын алған басқа барлық орынларда бахар гүлі сенімі кең мәністе болса, табиат сеніміменен байланыслы болған. Жоғарыда көріп өткенімізде Нәубахар топонимдері 10-ші ғасырде Самарханда да, Балықта да қайт етілген. Бұл жерде көріп өтілген айемгі табиатқа сыйынудың ізлері табылған аймақтың кеңлігі жүдә ахметлі.
Бұл ареалға Ферғана, Сагдиана, Бахтыря, яғни Тоқарстан, Айемгі, Хорезм һәм Иран аймақлары кіреді. Осының өзі зерттеу предметі болған діни идеялардың бір уақытлар қаншелі ахметлі болғанлығын көрсетеді. Олар бүткіл Орта Азия һәмде алдыңғы Азияның бір бөлегін бірлестірген. Сол уақытлары өз алдына мәдени уәлаятлар һәмде мемлекетлерге бөлініп кеткен аймақларды жалғыз идея атрапында бірлестірген еді. Бұл идеялар ұзақ уақыт давамында терең дағдарысқа ұшырап, ислам тарапынан қысып шығарылғанына қарамастан 20 ғасыр басыларына шекем халық тұрмысында олардың ізлері сақланып қалғанлығы халық өміріне қаншелі терең сіңіп кеткенлігін көрсетеді. Арқа Афганистан тәжіклерінде бар болған һәм Паркент, Бірчмулла, Хорезм, Шафриканда көрінетұғын гүл байрамларының өзгешелігі мәселені және бір тарептен көріп шығуды талап етеді. Сейлердің жігіт һәмде қызларға бір-бірін көру һәмде сөйлесу мүмкәниятын беруі диққатты тартады. Бұл ескі тұрмыста мұсылман қадаған етулері һәм қаял қызлардың жалғызлығы себепті дерлік імкансыз еді. Сейл тамаша уақытында оларға берілген айырым еркінліктер апуай ислам нормаларын келей бұзатығын еді. Енді бұл фактілердің барлығын салыстыру мүмкін болғаннан кейін сейіл тамаша уақытында біраз еркінлік беруді жүда беккем һәм айемгі дәстүрге дұс келетігініміз мәлім болмақта. Әсірлер дауымында ислам діні тарапынан орнатылған хаяллардың үзлет паразлығын жеңу үшін байрамлар уақытында басқа уақытларда апуай ескі тұрмыста көз алдымызға келтіру мүмкін болмайтығын еркінліктер қостырнақ ішінде кешірілуі мүмкін болу үшін бұл дәстүр қаншерлі күшлі болғанын көз алдымызға келтіру керек. Har екі жыныстағы жастар қарым-қатынасының тарифленген формалары 19 ғасырдың ақыры 20 ғасыр басыларында қабыл етілген. Бірақ айемгі заманларда бұл байланыс әдеуір ілгерілеп кеткен, жынси характерге ие болған деп айтуға тикар бар. Паншир тәжіклердің гүл сейілінде жігітлер тарапынан атқарылған қосылар текстінде бұған ишарат бар екенлігін айқын көру мүмкін. Гүл байрамларының бұл өзгешелігі әлбетте жігіт қызлардың өзара қатынасы үшін шариат жаратып қана қоймаған. Бәлкім оннан да алыс өтміште нәсіл қалдыру үшін да бір белгі болған. Ұлыма өнімдарлықты тәмелеуге ұмтылудан келіп шыққан. Гүл байрамлары менен байланысты болған үрп-әдетлердің бұл тарапы, олардың терең тикарлары еле толық анықланбаған басқа да көплеген белгілері сияқлы еле зертленуі керек. Олардың ешбір өзгешелігі тосаттан емес. Яғни, олардың барлығы адамзат үшін ең ахметлі уазипа, тіршілік құралларын іслеп шығу менен белгілеп беріледі. Бұл уазипа тек жердегі меуелерді тәмелеуді ақылға муапық ұсуларында ғана емес, ал мәдениеттің дәслепкі басқышларында діни түсініктер һәмде сиқырлы мәресімлер түрін алған идеяларды жүзеге келдірген. Бұл жайғын жойбары еді. Егер бүгінгі видео сізге ұнаған болса, лайк басын, комментарий жазың һәм жақын инсанларыңызға жіберіп қоюды ұмытпаң. Біз сіз күткен һәм сіз ізлеген темалар үстінде ізленудеміз. Саламат болың.